Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, достар. Бүгін сіздермен ауыл тынысы арнасы. Бүгінгі видеомыз бұқалар жайында және осы қандай жаңалықтар бар, солар жөнінде бөлісеміз. Қазіргі таңда бұқалардың жағдайы осы. 250-230 килограмм шығып жатыр. Бұларды сойып жатырмыз, достар. Жемі сол. Қазір жем, арпа, бидай жоқ. Бағасы қымбаттап кетті. Сол үшін тапқан жемімізді беріп жатырмыз, достар. Бидайды қазір көбірек беріп жатырмыз. Бидай табылып жатыр. Бидай жоқ. Алған арпамыз уже бітіп қалды. Сосын мына горох, арпа, әйтеуір тапқан бидайды арзанырақ бағада табылған беріп жатырмыз. Жүгері бар дейді, жүгері 85 теңгеден таптық, бірақ 30-40 тонна алу керек. Уже сойып жатырмыз. Енді осы барлығын сойып, тапсырып, жаңа партия алу керек, соған дайындық. Біреулері жақсы кетті, біреулері дұрыс онша емес. Мен мал болғасын ондай болады, жақсы да болады, дұрыс емес де болады. Енді Алланың бұйыртқаны, шүкір, осыған да шүкір. Бірақ 210-нан айналды бұлар баста алған кезінде. Әрқайсысы таза 200 мың мен 300 мыңның ортасында қалдырып отыр. Таза пайдасы. Соған да шүкір, Алла берекесін берсін. Осы мына жақта жаңалықтар. Құрметті достар, мынандай липкий шнек деген алдық. Гибкий шнек, ол мынандай болады. 10 метрлік. Мына жерде бидайды, ертең Алла қаласа мына жерге төгеміз бидайды. Өзі мына шланга мына жерге дейін жетеді. Тасып жүрмейміз. Осы жерден бірден мына жерге жоғарға бункердің ішіне құйып береді. Алдын трактормен салатын ек. Қазір ол да үнемдейтін болдық онықты. Мына жерден алып, мына жерге тастап жатырмыз. Осыны ертең күттай трактормен осы жерден алып барып береміз. Шағын шаруашылығымызда осындай өзгеріс. Дробилканы мына жерге қойдық. Гибкий шнекпен бір жұмыс істеп жатқанымда осыны көрсетейін. Осындай жаңалық. Осының сыртта да жаңалықтар бар, достар. Мына жер былай істелді. Ертең көлікпен бұқаларды әкелген кезінде осы жерге әкеліп қойып, түсіріп, мына есіктен кіргізіп жібереміз. Сол кезде бұлай қашып кетпейді.
есікті былай ашып қоямыз. Өзі ішке кіреді. Мына жерге шөпті түсіріп қойдық. Енді осы жақын арадағы жұмысымыз, алла сәтін салса, мына қадаларға трос тартып, мына есікті ашып қою. Осылай. Қазір ауа райы жақсы, салқындады. Мына жақта да қасапханамыз. Енді күн салқындап бастаса, осын терезені жауып пленкамен қысқа дайындалып қоямыз, бірақ әлі келесі айларда. Мына жерде мынандай істеп қойдық. Алдына екеу істеліп еді, үстінен секіріп кетті. Сол үшін мынаны қойдық, үстінен біреу. Арқасынан мынау қойылды, арқаға кетіп қалмау үшін. Сосын мына ағаш қойылды, айналып бұрылып алмау үшін. Бұқалардың жатқан жерлер осындай, міне тап-таза, құрғақ. Осы жаңалық міне. Мына өте ыңғайлы. Бұқаны алдын ұстайтын кезінде, байланып тұрған кезінде оңай болады. Мүйізіне, мүйіз болмаса мойнына жіпті алып, сурек белесін алып, мынандай болып жүрген кезде, еркін жүрген кезінде оны ұстап алу қиын. Сол себептен ар жақтан айдап әкеліп, мынаның ішіне тығып, мынаны алып тастаймыз. Мынаның ішіне кіретті. Кіргенде бейтіп мынаны еғылып аламыз трубаны. Мына жерге кіргізіп аламыз ішке. Оппа деп қойып қоямыз, болды. Мына жерге кіреді, ана жерде айналып бұрылып ала алмайды арқа қарата. Сосын мүйізін байлаймыз да. Мыналарды жүк етіп, үшеуін бірден алып тастап, мынаның ішіне кіргізіп жібереміз. Жібіміз ұзын, бірден анаған байлап, дайын, уже қашып кетпейді. Алдын қиналатын ек, алдын құрық саламыз, сосын ол қашады, жүгіреді, қолыңды қиып кетеді, ізіне жүгіріп жүресің. Қалған бұқаларда жүгіреді бірге. Сөйтіп жаңағы қуаты кетеді. Сондай бұл әбір жейтін едік. Уақыт ол. Олар құтырып тұрған мал күшті. Жем жеп тұрғаннан кейін әл бермейді. Үшеулеп, төртеулеп әбір жейтін едік ұстайтын кезінде. Қазір мынаумен 2 адам өзі жетеді. Осы тұрған кезінде мүйізіне жіпті аламыз да, ұзын жіп 20 метрлік. Мына 10 метр мына жер. Бейтіп бірден әкеп анаған бір ораймыз, болды. Сосын мына трубаларды былай алып тастаймыз да, арқасынан кіріп айдасаң, мынаның ішіне кіріп кетеді. Ешқайда жұлқынып қашып кетпейді. Сонымен осы нәрсе өте ыңғайлы болды. Екіншісі, мынаны алып, екеуін алып, мына жерге қойып қоямыз, ертең бұқалар келген кезінде кіргіземіз да, мынаның ішіне толтырып, арқасына да тіреп қоямыз. Сөйтіп осында тұрған жерінен укол саламыз былай. Чүк емдеген кезінде де ыңғайлы. Бұған есік істеуге болады, мен көргем жаңа ютубтардан есік істейді. Ол артық жұмыс деп ойлаймын, есік. Мынаны алып тастаймыз. Бірден және мынау мықты. Мына жағын неке былай жерге қағылды, және стенаға былай қақтық. Мына жағы былай болды. Қағып және стенаға мынандай 3 жерден қақтық.
Мықты болды. Мыналар бір-бірімен былай байланысып қалды. Труба арқылы. Бұл ешқандай бұқа бұны мыйыстыра алмайды. Биіктігі де 1 метрден асты жетеді ол. 1 метрден ол секіріп кетпейді. Жылқы емес. Ажа биіктеу болды. Енді болашақта ойда мына жерден ана жақ қарай тартып трос тартып тастаймыз, және осындай 1-2 қада көміп. Трос тартып тастап, мына укол қағандарды, емдегендерді осының ішінде мына жерде жүре тұрады. Сосын тросты алып тастаймыз. Мына жерде сосын мешат етпейді ешкімге. Осындай болады. Станокты осылай жасадық. Осы біздерде жаңалығымыз. Құрметті достар. Жем тасыл. Мынауды Алматыдан тапсырыспен алдық. Ол өте ыңғайлы жемді де тасуға. Алдыналармен трактор мына жерде тұрды. Тракторге саламыз, тракторден жоғарыға апарамыз. Жоғарыға саламыз. Ертең қыстың күні мына 20-30 градус болған кезінде тракторды қыздырып қоталдыру керек. Ол уақыт, расход. Мынаны кнопканы бір бассақ, кнопканы бір басқаннан мынау айналып, мынаның ішіне ту келеді. Ол да жаңа жеңіл жұмыс, жеңіл. Және үнемді, уақытты үнемдейміз. Осы достар. Жарықтау болсын, свет жағайын. Сол біздің бордағы, сол бұрынғы таза су. Жаңа қосып толтырып қойдық. Түсте кеп және толтырам. Күн сағына 2-3 мәрте толады. Сосын үнемі мінекей жем, шөп алдында тұрады. Қалағанша келіп жейді. Кімнің қарны ашса, қайсы келіп жейді, суын ішеді, шөбін жейді. Егер шөпті турап берсек, 5 сантиметр алып. Бұл кезде әбден жақсы болатын еді. Бізге өкінішке орай ондай жоқ. Әзіргі таңда бұқалардың жағдайы осы. Әрбір бұқа 200 бенен 300 мыңның ортасында қалдырып отыр. Соған тәубе, Аллаға шүкір, достар. Ең бірінші бұқаны алған кезінде негізі жақсы бұқадан алу керек. Мықты, сүт емген, бойы биіктеу, әдемі бұқа алсаңыз, солар жақсы көтеріліп кетеді. Жем жесе сосын ауру болмаса жақсы көтеріледі осылай. Егер дұрыс сүт ембеген, бір жері ауырып, дұрыс болма жаман бұқа болса, ол өспейді. Бірақ ондай бұқалардың бағасы да арзан болады. Кез келген бұқа ол өзінің қалдырып кетеді, пайдасын беріп кетеді. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың істеріңізге Алла береке берсін. Қош, сау болыңыздар.